үлкен бір шаңырақ қылып қалдырсақ деген мақсат бізде. Мектеп шаңырақ қылып қалдырсақ деп жатырсыздар. Және соның тағантасын қалап жатқан сіздер болуларыңыз мүмкін. Жалпы біздің өнер жолындағы арынды ағаларымыздан, аталарымыздан қарайтын болсақ, ең алғашқы қара домбырасын ұстап өткен Құрманғазы атамызда, Қазақстан Республикасында Құрманғазы университеті бар. Мұқағали атамыздың да өзінің мектебі бар. Енді жалпы тілейтін Алладан бірінші сіздерде ақ жол болсын, екінші сол өнер жолдарыңызда сол аталарымыздай сіздерге де ақ жол берсін, әрқашан аттарыңыз бүкіл халықтың есінде қалсын деп ойлаймыз. Жалпы сіздердің енді осы өнер жолдарыңызда арып шаршап алыстан келіп жассыздар. Сондықтан біздерде ең жақсы үйіп тыңдайтын осы күлкі. Күлкі өмірдің азығы дейді қазақ. Сондықтан да бүгін кеште барлық халықты күлдірсек деп ыстық ниетпен келіп отырған болуларыңыз мүмкін. Сіздердің бүгінгі кешке дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Енді дайындық жақсы, бірақ енді кішкене қобалжу бар. Өйткені жаңағы өзіңіз айтқандай бізді сағына күтіп отқан қандас бауырларымыз бар, алыстан келді деп. Сондықтан енді сол кісілердің сағынышын баса аламыз ба, баса алмаймыз ба, сосын кішкене қойылып жатқан қойылымдардың тіл мәселесі жағы қалай болады екен деп. Енді әрине қобалжу бар, жүрек қағысымызда қатты өдеп бара жатыр. Бірақ енді барынша халыққа жақсы өнер көрсетуге тырысамыз. Ол бойымыздағы бар нәрсе, Құдай қаласа, енді жақсы болады деген ниеттеміз, оны халық береді, енді бағасын көреміз. Рахмет. Үшінші ретке келу барысында сіздің де көптеген өнерлеріңізді халқыңыз тамашалап, әділ бағасын беріп жатыр. Сондықтан да бүгінгі кеш көрермендерінің ішінде Жұлдызай әпекемізге оқсасақ деген қарагөз қарындастарыңыз көп деп ойлаймыз. Жалпы сіздің осы үш реткі сапарыңызда, сіз осы үшінші реткі сапарыңызды және екінші реткі сапарыңызды, бірінші реткі сапарларыңыздың бәрі жақсы болды деп ойлайсыз ба, көңіліңізде қалып қалған жақ? Жақсы, я мен бірінші сапарға келгенде де маған қатты ұнаған, мен ойлаған жоқпын бұл жақтағы бізді бұлай қабылдайды деп. Екінші сапарда да Аллаға шүкір, жаңа өзіңіз айтпақшы, қанша адам рәсімге түсіп, қанша адам қолтаңбамызды алып, тілегімізді батасын беріп, апаларымыз, әпкелеріміз солай болып жатты. Енді үшінші сапарда жаман басталып жатқан жоқ, енді көреміз бүгін бірінші майдан, сол қалай өтеді, солай ары қарай кетеді деп ойлаймын. Жақсы. Өнерлеріңіз үстем болсын, әрқашан халықтың қазыналы, халықтың ақбатасын ала беріңіздер. Сіздердей болсақ деп жүрген, өнер қуып жүрген әпеке қарындастарымызға, ағаларымызға, бауырларымызға не деріп айтар едіңіз? Әрине, еліктеген жақсы. Алла бұйыртса, егер бойларында таланты болып жатса, ниеттерін Алла қабыл етсін. Біздің жолымызды қуып жатса, бізге де жақсы, бізге де үлкен мәртебе. Қолдарынан келіп жатса, қолынан келетін нәрсені жасап, біздің жалпы қазақтың өнерін дамытып, алға қойған мақсаттарына жете берсін дегіміз келеді. Біз мен оған еліктеймін, бұл нәрсе болмайды деген нәрсені қойып, алға мақсат қойып, тек алға ұмтыла берсін деген тілек айтқым келеді. Ардақты ағайын, бүгін мынау Кербен торабы сұхбаттасындағы азаматтар мен азаматшыларға бүгінгі өнер қуып жүрген ардақты әпекеміздің қандай ыстық ықыласты сәлемі бар екен, кәнекей тыңдап көрсек. Енді мынау сіздерге жалпы бізді келді деп қуанып алдымыздан шығып, мынау қазақта сөз бар, 6 жасар бала келсе 60-та қария сәлем береді деген. Мынау сәлемдеріңізге, ыстық лебіздеріңізге, бізге көрсетіп жатқан жақсы ілтипаттарыңызға келіп көңілімізді аулап, әйтеуір қасымызда болып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Құдай қаласа, осы екі елдің ортасында сіз біздесіп, бір-бірімізді сағынып, бір-бірімізге жаңа барынша болысып жүре берейік, аман болыңыздар. Жылдан жылға аман есен жете берейік, қауыша берейік деген келеді. Жалпы бүгінгі Жұлдызай әпекемізге де өнер жолыңызға ақ жол болсын деп тілейміз. Алла тағала сізге әрқашан семьяңызға, артыңнан ерген қарагөз қарындастарыңызға жақсылық пен ізгілікті нәсіп етсін. Ешқашанда екі елдің достығы бұзылмасын. Экран алдындағы Кербен торабының азаматтары мен азаматшаларына бүгінгі ардақты әпекемізбен сұхбаттасқан сұхбатымыздың ақырластығын жариялаймыз. Осымен келесі кездескенше, жүздескенше аман болыңыздар.